Әкем айтқан әңгіме. Бұл оқиға өткен ғасырдың 60-шы жылдарында болған. Ол кезде әкем оңтүстік Қазақстан облысының Мақтарал ауданына қарасты Шымқорған совхозының 3-ші ферма деген ауылында тұрған екен. Ол кезде совхоз орталығынан ауылға келетін жол өзен үстіндегі ескі көпір арқылы өтетін еді. Сол көпір маңында адамдар түсініксіз жағдайларға тап болып, түсініксіз бейнелерді жиі көретін. Сондықтан ол көпірді ауыл адамдары шайтан көпір деп атап кеткен. Сол шайтан көпірде Қанжігіт деген кісі 2 рет шайтанға кез болған еді. Қанжігіт жастайынан техникаға әуес болатын. Ауылдастар арасында астына алғаш мотоцикл тақымдағанда сол Қанжігіт еді. Бір күн түн ортасында совхоз орталығынан ауылға келе жатып, түсініксіз жағдайға тап болады. Өзенге жеткенде көпір үстінде шашын жайып отырған қызды көріп, өз көзіне сенер сенбесін білмейді. Бойын үрей жайлап, денесі шымырлап кетеді. Көпір алдына жақын келіп тоқтайды да, мотоциклін өшірмей, көлігінен түспестен, кімсің деп дауыс қатады. Алайда қыз дауысқа көңіл бөлмейді, Қанжігітке қарап мойнында бұрмайды. Кімсің деп тағы 2-3 рет сұрайды. Қыз жауап қатпайды. Бұрыннан бұл маңда шайтан бар деп естіп өскен. Қанжігіт бұл жағдайдың тек емес екенін сезеді. Қатты қорыққан Қанжігітке белгісіз бір үлдеген дыбыстар естілгендей болады. Маңайдағы қарайғаның бәрі шайтан сияқты елестейді. Қорқыныш, үрей одан сайын күшейе түседі. Бұдан артық кідіруге болмайды. Не болса да көпірден тоқтамай өте шығуды ұйғарады. Мүмкіндігінше мотоцикл жылдамдығын арттырып, қыздың қасынан заулап өте бергенде қыз тап береді. Қанжігіттің бақытына қарай қыздың қолы жетпей қалады. Көпірден өте сала артына қараса, шашы желбіреген қыз 2 қолын созып, 2 аттам жерде соңынан еріп жүгіріп келеді екен. Тек қыздан құтылуды ойлаған Қанжігіт жылдамдықты одан сайын арттырады. Бірақ қыз соңынан қалмайды. Жолдың ой шұқырын ескеретін шама жоқ. Мотоциклді бар тартқанынша басады. Енді ілесе алмай қалған шығар деп артына қарағанда, қыз мотоциклдің артқы орындығына секіріп мінеді. Сол сәтте мотоцикл аударылады. Аяқ қолы сынған Қанжігіт 6-7 ай дегенде орнынан тұрған еді. Арадан 3-4 жыл өткенде Қанжігіт совхозға жүргізуші болып жұмысқа кіреді. Совхоз берген газ 51 жүк көлігімен күнде қатынап жүреді. Бір күні бірге істейтін шопырлармен бас қосып, ішімдік ішіп отырып қалса керек, ауылға кеш қайтады. Шопырлармен бірге ішкен арақ күш берді ме, қасындағы жігіттердің осында қала сал дегеніне құлақ аспайды. Арақтың қызуы осыдан 3-4 жыл бұрынғы шайтан көпірде болған жағдайды да ұмыттырса керек. Масайып алған жігіт қорқынышты ысырып қойып, ауылға тартады. Алайда көпірге жақындағанда мастығы бірден тарқайды. Өз көзіне өзі сенер емес. Көпір үстінде баяғы шашын жайған қыз отыр. Тұла бойы шымырлап сала береді. Әп-сәтте басынан неше түрлі ойлар заулап өтеді. Алғашында артқа қайтып кетсем бе деп те ойлайды, бірақ бұрылам дегенше ана қыз жетіп алар деп ол ойынан тез қайтады. Енді бірақ жол бар. Көпірден өту. Бірақ машина мотоцикл емес. Қыздың қасынан айналып өте алмайсың. Не істеу керек? Нар тәуекел, не де болса қызды басып өте шығу керек. Басқа жол жоқ. Осылай ойлап болғанша машина көпірге де иек артады, бірақ қыз отырған орнынан тапжылмайды. Енді ойлануға уақыт жоқ. Қанжігіт көзді тас жұмып газды барынша басады. Көзін ашқанда көпірден түсіп бара жатқанын байқайды. Сол сәтте машинаның бортына біреу мінгендей болады. Сәл өтпей ол күдігі расталады. Біреу тоқта деген белгі беріп машинаның кабинасын соға бастайды. Арқаға да, айнаға да қарауға шамасы жоқ. Бар жылдамдығын қосып ауылға жетеді. Ауылға кіргенде машинаның кабинасын ұрғылау тыйылады. Есік терезені тас қылып жауып алған Қанжігіт үйге жетіп бірақ тоқтайды. Ақырын есікті ашып қолына үнемі кабинада жататын көлік оталдыратын бұранды темірді алып жерге түседі. Алғашында қорыққанмен ешқандай күдікті дыбысы естілмеген соң, Қанжігіт машинаның аяқ қойғышына шығып бортына қарайды. Қараса, машинаның үстінде ешкі тұрады. Мынаны жігіттердің біреуі салып жіберген-ау, бағана тоқылдатқан. Осы екен ғой деп ойлаған. Қанжігіт ешкіні ораға кіргізбек болады. Машинаның бортына шығып ұстағанда, ешкі бағана көпірде көрген қызға айналады.
Мұны көргенде Қанжығыттың жан дауысы шығады, қатты айғайды. Естіп тысқа шыққан үйдегілер машинаның қасында есінен танып құлап жатқан Қанжығытты көреді. Сол жағдайдан кейін Қанжығыт ұзақ ауырды. Салдарынан ақыл есі ауысып, өз-өзімен сөйлесіп дала кезіп кететін болып қалды деп әкем әңгімесін айтқан еді.